Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube көрермендер. Сіздермен бірге Солбай аға Айдос. Бүгінгі шығарылым айтпаса да түсінікті шығар. Астана бір вокзалы жайлы болады. Яғни Астананың ескі вокзалы жайында болады. Ал біз жалғастырамыз. Бастаймыз. Достар, бастамас бұрын бірінші арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Одан кейін міндетті түрде өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Біз жалғастырамыз. Кеттік. Я, достар, біз жалғастырамыз. Кеттік. Аның бас кіре берісі қай жерде. Негізі бұл вокзалдың ішіне кірмегелі бір 7 жылдай ақ қой, енді бір 3 жылдай болып қалды, я. Так, меніңше басты кіре беріс осы екеуінің біреуі. Түсіндіре кетейін, негізі Астана қаласының, то есть Астана болмай тұрғанға дейінгі вокзал анау ғимарат, міне көріп тұрсыздар. Ақмола емес, жоқ, Целиноград болып тұрды ғой бұл қала негізі басында, я. Тәуелсіздік алмай тұрып, Целиноград қаласы болды. 50-ші жылдары бұл жерде Целинный край болды. Бірінші түсіндірейін сіздерге дұрыстап. Қазақстан, жалпы түсіндіре кетейін, Қазақстанда ең көп аты ауысқан қала деп айтсақ болады. Бұл қала негізі ең басында қала болып қаланбай тұрып, екіншісі болып қаланған. Сол кездегі аты Ишим, яғни Есіл болып қаланған негізі. Ол қала жалпы жай ғана бекініс ретінде, қазақтардың шабуылынан қорғану ретінде, қазақ жерін колонизациялау ретінде қала. Мен тарих жақсы біледі екен ғой мен, ретінде қаланды. Одан кейіннен Ресей империясы қазақ жерін толық колонизациялағаннан кейін ол жерде уақыт өте келе қала пайда болды. Кейіннен қала статусын алып Акмолинск деп аталды. Оның өзіндік мәнісі бар. Мола болған дейді, немесе Ақмол болғасын солай атаған дейді. Мен негізі Ақмол болғасын солай атаған деп ойлаймын. Моланың орнына енді біз қазақтар әруақ саламыз, моланың орнына қала салмайтын шығармыз енді шли. Солайса Акмолинск болып тұрды. Одан кейін 50-ші жылдары Хрущевтың жарлығымен Целинный край, яғни Целинный край тың игерудің астанасы орталығы болып, Қазақстан бойынша осы Ақмола қаласы тағайындалып, одан кейін Целиноград атауын алды. Одан кейін тәуелсіздік алғаннан кейін барып тарихи атау Ақмола қайтарылды. Одан кейін 97-ші жылы Астана осы жерге ауысты. 97 ма, 96 ма. Одан кейін, яғни Ақмола қаласы болып, бір жылдай Астана статусында болды. Яғни Қазақстанның астанасы не дегенде Ақмола деп жауап беріп жүрдік біраз уақыт, бір жылдай. Одан кейін президентіміз Астана деп ауыстырып тастады, мемлекетіміздің орталығы деп. Одан кейін Нұрсұлтан деп ауысты. Одан кейін қайтадан тарихи атауына тарих атауы болғанда Астана атауына. Осылай. Мынау енді сол Целинный край кезінде қалыптасқан вокзал ғимараты. Жалпы бұл өңірге теміржол негізі 30-20 жылдары келді. Өткен ғасырдың. Содан бері бұл жердің теміржолдары өз маңызын жоғалтқан жоқ. Қазақстанның ең ірі транзиттік станциясының, жалпы транзиттік аймағының бірі. Осы ғимарат негізі ең тарихи ғимараты. Бірақ қазіргі таңда бұл жерде тек қана басқарма отырады дейді. Мұнда бір не бар екен, соны түсірейік кеттік. Мұнда тақтайша бар екен, Қазақстан Республикасы. Бұл жерде 1941 жылы тамызда 310-шы атқыштар дивизиясының эшелондары Ленинградты қорғауға, 1941 жылы қараша айында 387-ші атқыштар дивизиясының эшелондары Мәскеуді қорғауға, 1942 жылы ақпанда 106-шы атты әскер дивизиясы Харьковты қорғауға, 1942 жылы сәуірде 29-шы атқыштар дивизиясы 72-ші гвардиялық эшелондары Сталинградты қорғауға аттанған дейді. Нысан мемлекет қорғауында өте тарихи терең нысан. Кейіннен енді Астана ауысқаннан кейін бұл нысанды реставрациялап, оның жанынан жаңа ғимаратты салған болатын. Қазіргі таңда негізгі осы жолаушы қабылдайтын, жолаушы күтіп жолаушы қарсы осы ғимарат негізімен. Мынаған негізі көп көрмейді адамдар, мен байқаймын. Ендеше, неге мен олай айтып жатырмын? Кішкене тарихты білсін, менің кішкене блогым көрсеттеріне кішкене тарихты түсіндіре кетейін деген мақсат болды. Түсінгендеріңіздей. Так, вокзал ғимаратының жалпы мекен жайы карта бойынша Астана қаласы Гёте 1 дейді. Гёте деген неміс суретшісі екен.
Алматы қаласында Гёте деген көше бар, теміржол жақ. Неғып сол Гёте дегенді теміржол жақтағы көшелер қояды, андай недегі көшелер қоймайды, андай центральный жақтағы ондай көшелер қоймайды, жоқ, сондай. Оказывается, сол немістер болып тұрған кезінде осы жерлерде, потом солардың несіне қоя салған екен, құрметіне. Ендеше, айтпақшы, вокзалдың дәл мына бетінде Сапаржай автовокзалы бар. Мынау Алматыдағы Сайран сияқты. Астанадан жалпы Қазақстанның барлық, Қазақстанның ғана емес, жалпы Моңғолияға жүреді деп естідім, Баян-Өлгейге. Одан кейін Ресейдің Екатеринбург, Челябинскке, Казанға, тағы да Ресеймен жалпы шекаралас қалаларға жол жүреді деп естідім. Астана қаласының Сапаржай саяжайы. Сапаржай саяжайы, Сапаржай автовокзалы. Сол себепті Астанадан автобуспен бір жерге жолға шығатын болсаңыз, осы жерді сізге ұсынамын. Жалпы вокзал, автовокзал бәрі бір жерде орналасқан, керемет. Так, мынау шығатын жақ екен, бізге кіретін жақ анау керек. Кеттік, кірейік. Ал құрметті оқырмандар, біз Астана 1 вокзалының, яғни Астананың ескі вокзалының орталық залына келдік. Бұл жерде барлық нәрсе қарастырылған, қараңыздаршы. Мына жерден кофе, дүкен, мұнда массажный креслолар, күтетін мәссаған андай күтіп отыратын креслоңыз, андай массажный кресло әдемі екен. Кофе, магазин, намазхана, полиция, барлығы бар ішінде, көріп тұрсыздар. Не істейміз, ішін бір көрсетіп жіберейін, одан кейін сыртынан шықпай тұрып. Жалпы бұл вокзал ғимараты негізі тәуелсіздік алғаннан кейін осы бір 2000 жылдардың басында іске қосылған екен. Бұл ғимарат көріп тұрғансыздар, бұл жаңа. Ал ескі ғимараты 1931 жылы салынған екен, пайдалануға берілген екен. Жалпы Астана, Ақмола өңіріне теміржол негізі 1929 жылы келген екен. Қандай не екен ұмытып қалдым. Магистраль екен, 1929 жылы болса теміржол келді. Так, мына арқылы қазір сіздерге түсіндіретін боламын. Мына жерден ары қарай көпірге шығып кете аласыздар. Көпір арқылы 2-3 жолдарға шығып кете аласыздар. Сондай бір мүмкіндік қарастырылған. Ал мынау үлкен күту залы. Бұл жерде барлығы бар. Дәретхана өкінішке орай ақылы. Бұл жерде неге Алматыдағыдай тегін кіріп істеп қоймасқа? Көріп тұрсыздар. Мінекей, мынау үлкен күту залы. Көріңіздер, орындықтары, көріңіздер, кәдімгі бір VIP орындықтар сияқты, жұмсақ, отырып көрейік бір. Әлде ақылы ма? Массажи бар дейді, кресло дейді. Кресло с массажем дейді, 10 минут. Получается, мынау оказывается, мынаның барлығы негізі массажный екен. Мына QR-мен ақша төлесеңіз, мынау массажный болып кетеді екен. Болды, ең түсіндім. Өйткені басында көргенде маған массажный болып көрінді да. Өйткені обычный вокзалдардан мынандай болады да. Ал мынау массажный екен. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Өте кең. Демек қойық, енді более нормальный пространствоны алып жатыр. Алматы бір вокзалына сәл-пәл келеді, бірақ Алматы бір вокзалынан сәл де болсын кішкентайлау, кішіктеу. Мұнда фастфуд бар, көріп тұрғандарыңыздай. Вокзал емес, бұл да бір сауда орталығы сияқты, ішінде бүкіл мүмкіндіктер қарастырылған. Ал мұнда пойыздардың келу-кету кестесі, мұнда Орал пойыз тұр. Негізі Нұрлы жол жайлы блок пен бүгінгі блоктың арасы негізі 2-3 күнді қамтиды. Сол себепті бүгінгі блокта да Орал Нұрлы жолды көреді екенсіздер, Сарыарқа компания. Көріп тұрғандарыңыздай. Енді кезекте сыртқа шығып темір жолдарды көрсетейін сіздерге, Астана қаласының. Ал мінекей, хоп деп сыртқа шықтық. Мінекей, қазір нерден Астана деген жазу шығады, соны көрсетейінші. Мынау бағана айтқан көпір, мінекей 2-3 жолға көпір арқылы. Алматы 1-ге ұқсайды, көріп тұрғандарыңыздай. Сәл-пәл Алматы 1-ге келеді негізі структурасы. Бірақ Алматы 1-де мыналар биік негізі мыналар. Көріп тұрғандарыңыздай, пәс мынау, байқадыңыздар ма? Пәс деп енді кішкентай деп айтады да, таяз дей ма дейді. Таяз дегеннен суға қатысты ғой. Көріп тұрғандарыңыздай. Адам секіріп өтіп кете алады ерден. Ал неде Алматы 1-де ондай емес, басқашалау.
бірақ структура сәл келеді ұқсайды. Одан кейін міне көріп тұрғандарыңыздай ғимарат Астана деген жазу бар еді, қазір сақайып қалды. Ана басында. Мінекей мынау вокзал алдындағы мына не еді? Бастырма. Навес дейді ғой, иә. Мынау вокзалға кіріп шығу есігі. Мұнда электровоз өтіп жатыр. Жүк құрамымен. Жалпы Алматы 2, Алматы 1-дің нелері қандай? Бұяқта да сондай ғой. Қызметтері қандай? Бұяқта да Астана вокзалдың қызметтері сондай. Мінекей. Түсіндіре кетейін. Негізі Алматы қаласында екі негізгі вокзал бар. Жалпы Алматы 1 және Алматы 2. Негізі Алматы 1 вокзалының негізгі ең басты қызметі оның транзиттік қызмет, яғни оның өткізу қабілеті бар. Яғни батыстан кеткен пойыз шығысқа, оңтүстіктен кеткен пойыз солтүстікке, солай өз бағытын алады. Ал Алматы 2 вокзалы ол тубик вокзал, яғни одан ары қарай еш жаққа шыға алмайсыз. Тек бір бағытта ғана пойыздар келіп қатынай алады. Және де Алматы 2-ның басты қызметі ол жолаушыларды қабылдап алу. Яғни Алматы 2-ге жүк пойыздарынан гөрі жолаушылар пойыздарына аса маңыздылық берілген. Сол себепті ол жерде Тұлпар-Тальгонның жаңағыдегі вагон паркі бар, теміржол жолаушылар тасымалының вагон паркі бар. Ар жағында көптеген жаңағыдегі вагон жөндейтін нелері бар, ангарлар. Одан кейін метрополитеннің вагондары тұратын тағы да бір нелері бар. Жалпы метрополитеннің депосы дейінші, солай дұрыс болады. Астана қаласында сондай. Астана 1 вокзалы негізгі жүк тасымалы транзитмен айналысады, негізгі мақсаты. Өйткені бұл вокзал арқылы көптеген жүктер оңтүстікке, солтүстікке, шығысқа, батысқа қарай бағытталады. Ал Нұрлы жол вокзалы енді ол нағыз жолаушылар вокзалы. Ол жерге ешқандай да жүк пойыздар келмейді. Тек қана Тұлпар-Тальго немесе тағы да басқа әдемі пойыздар келеді. Кей пойыздар бар. Астана 1-ге келіп, сол жерге барып өз несін сапарын тамамдайтын. Немесе Астана 1-ден шығып, сол жерге соғып барып ары қарай өз сапарын бастап кететін. Сол себепті түсіне кетейін, егер де бірінші вокзалға алатын болсаңыз, сіз қаланың жалпы индустриалды аймағына жақын жерге тоқтайсыз. Ал Нұрлы жол вокзалдан тоқтасаңыз, қаланың негізгі жалпы бизнес, ойын-сауық, жалпы қаланың негізгі қаржы орталықтарынан жақын жерге түсесіз барып. Яғни мынандай ғой, Алматы 2-ге түссеңіз, сәл центральный районға жақын жерге түсесіз ғой. Ал Алматы 1-ге түссеңіз, более андай индустриальный, более андай ескі райондарға түсесіз. Бұл жерде дәл солай. Қызметтері де ұқсас. Мен сол себепті кейде Алматы мен Астананың нелерін ұқсатамын, теміржол жүйелерін. Бірақ айта кететін жайт, Алматыдан сіз оңтүстікке, одан кейін, яғни оңтүстік батыс бағытқа, одан кейін солтүстік шығысқа қарай, одан кейін Харьковқа қарай ғана пойызбен бара аласыз. Ал Астана арқылы сіз солтүстікке, Ресейге кетіп қала аласыз. Одан кейін Қостанай арқылы тағы да Ресейге кетіп қала аласыз. Ары қарай оңтүстік арқылы Қарағандыға бара аласыз. Одан кейін шығысқа, Павлодарға бара аласыз. Яғни Астана вокзалының транзиттік әлеуеті көбірек. 9 жолдың торабы деп айтсақ болады. Неғып көпсіліп кетті демеңіздер, кішкене информация болсын, адамдарға түсінікті болсын деп не етіп атқан жайым бар деп қойында. Кішкене шегір телефон зәртті болайын. Одан кейін тағы да блок жалғастыратын боламыз қазір. Мінекей достар, түсіндіре кетейін. Түсінбеген жандарға орталық зал деп аталады мына жер. Вокзалға кірген кезде осы жерге бірден кіріп кетесіз. Одан кейін мына жер арқылы жер асты өткелі бар. Сол арқылы екінші, үшінші жолдарға өтіп аласыз. Немесе лайн арқылы өтіп аласыз, көпірмен және жер асты жолымен. Және ана жерде тағы да кассалар бар. Көріп тұрғандарыңыздай сақтау қоймасы, туалет барлығы осының астында бар. 0-ші қабат кәдімгі бір
жұмыс істеп тұрған қабат. Ал мына жер арқылы, мына жерде сіз билет ала аласыз. Қазір көрсетемін сіздерге. Көріп тұрғандарыңыздай осы жерден билет ала аласыз. Астана қаласынан Қазақстанның кез келген қаласына билеттер табылады. Пайымдамаңыздар. Мұнда шығатын жер бар. Вокзалдан шығып кетсеңіз болады мен. Енді қазір мен осы жерден бір тоққа тығатын жер болса. Ана жерде сәл-пәл ескіріп қапты. Нормально болып тұрады. Достар, біз Астана бір маңында көпірге келдік. Мінекей, мына көпір арқылы индустриалды аймаққа өтуге болады. Мен ойлағам, мына жақта адам тұрмаймын деп сөйтсем, мына жақта адамдар тұрады екен. Ар жағында лесозавод деген кент бар екен, кішігірім. Жалпы халық тұрады екен. Бұл жерді мен неге ұқсаттым? Өзімнің Түркістан қаласындағы, яғни өзім туып өскен районым жолдың астына ұқсаттым. Жолдың астында осындай қаланың барлық бөлігі мына жақта орналасқанда, біздің жолдың асты ғана бөлек өзіндей район болып қалыптасқан. Сондай опасный еще. Опасный район негізі. Лесозавод деген аяқ бұяқта опасный екен. Бұл мына жақтың барлығы индустриалды аймақ, мына жақтың бір заводтар бар, неше түрлі компаниялар. Ал мына жақта Астана бір темір жол вокзалы, одан кейін ары қарай қала басталып кетеді. Оказывается, бұл қаланың шеті ғой енді былайша қарап тұрсақ. Біздің не сияқты. Кеттік вокзалға қарай оралайық. Бұл енді бір қызық бір экскурсия болып отыр мен үшін. Өйткені бұл жақтарға әлі кеп көрмеппін. Стой напряжение дейді. Ал құрметті оқырмандар, дәл қазір алдарыңызда нөмірі 83-84 Қарағанды Мәскеу пойызы. Қарағанды Мәскеу бұрын Самараға дейін қатынаған. Өкінішке орай Астана бір вокзалдан тоқтамайтын болғандықтан былай түсіріп алуға тура келіп тұр. Көріп тұрғандарыңыздай вагондары барлығы 100% жаңа, өте керемет. Қарағандыдан Мәскеуге тікелей барады. Мәскеудің қай вокзалына? Казанский ма или? Казанский сияқты меніңше. Өйткені көбісі неге барады ғой? Казанскийге. Бұрын Самараға дейін қатынаған екен. Осы жақын уақыттан бері Мәскеуге дейін қатынайды екен. Өте керемет. Тағы да олжалы болып қалдым. Біз вокзалға қарай бара берейік. Қазір Орал пойызы жүретін боламыз. Ал құрметті оқырмандар, қазір сәл минуттан соң нөмірі 58-ші Орал нұрлы жол пойызы келеді. Қазір вокзалдың орталық бөлігіндемін. Бір қызық айтайын. Екінші қабатта туалет тегін екен. Мен ойлағам ақылымы деп. Бұл да бір өсімнің белгісі. Әйтпесе бұрын 100 теңге төлеп кіргем соған. Қазір сәлден соң келетін болады. Анықтама бөлімі. Ал міне достар, Астана бір вокзалы, анау жаңа вокзал, мынау ескі вокзал. Ал мұнда қазір нөмір 58-ші Орал нұрлы жол пойызы келеді. Яғни Орал Астана нұрлы жол. Өткен шығарылымда осы болған, осы пойыз болған. Енді осы шығарылымда да осы пойыздың сәті түсіп тұр. Неге ол өйткені дәл осы уақыттарға бос уақытын түсіп қалды да. Осылай. Бұл жолы қандай вагондар келген? Ескі ма жаңа ма? Өткенде ескі вагон келген. Сарыарқа компания бұлар, ә? Сарыарқа компаниясы. Жаңа вагондар екен. Көңіл қуантады. Жоқ, ескі вагондар бар екен. Ақтөбе дейді. Жоқ, мұнда тіркеме вагон бар екен. Ақтөбе Астана деген тіркеме вагон бар екен. Ар жағы құрамының өзі басылып кетеді екен. Болды, енді түсінікті. Енді түсінікті болды.
көмірмен жағып келатыр ғой. Қолым қатып қалды ғой. Так, бұл жерде тұру уақыты қанша? Бір жарты сағат тұрады деді, қателеспесем. Жарты сағаттан көп тұрады деді. Бұл енді соңғы станциясы емес. Бірақ енді соңғы станцияда есептеліне береді, өйткені Астана қаласына жалпы осы жерде жақын тұратын, или осы жерге бір жақын мекенжайға баратындар осы жерден түсіп қалса болады. Егер де қаланың орталығынан жақын жерге барғысы келсе, нұрлы жолға барған дұрыс. Суықтан тілім көрмеліп қалды негізі мен. Көз тиді. Астананың аязы оңай емес екен. Сарыарқа компани. Ал, тоқтады. Біз жалғастырамыз. Ескі ғимараттың ішін көрсететін боламын. Және де Қарағанды Астана электричкасын түсіретін боламын. Жалғастырамыз. Ескі ғимаратты көрсет. Қарағандыға үлгереміз де түсіріп. Қарағанды Астана. Давай. Рахмет. Көріп тұрғандарыңыздай. Бұл жерге кіруге болады екен. Мінекей біз мына беттен кірдік. Көріп тұрғандарыңыздай. Бұл вокзал Целиноград кезінен бар екен. Бұлай шықсақ күту залы бар. Күту залынша жүрек. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде басқаша атмосфера. Бірақ бұл вокзал тәуелсіздік алғаннан кейін реставрацияланды. Мұнда үлкен карта бар екен. Кеттік картаны түсірейік. Мұнда бүкіл Қазақстанның темір жолдары бейнеленіпті. Осындай карталарды жақсы көремін мен түсіргенше. Шымкент, Жамбыл, Сексеуіл, Шалқар. Кеттік. Мұнда тағы да күту залы және ары қарай жаңа бөлікке өтетін өткел бар екен. Проход дейді. Мұнда кассалар. Бір қызық айтайын ба? Мұна бөлігі Алматы 2-ге ұқсайды да, ана бөлігі Алматы 1-ге ұқсайды. Қызық. Үлкен кең масштабта алып жатыр. Кеттік. Андай дәліз бар екен. Осы дәлізбен былай өтіп кетсеңіздер болады екен. Негізі айырмашылық жоқ, қайсымен кірсеңіз де. Барлығында мүмкіндік бар. Бірақ біреуі Алматы 1-ге ұқсайды, біреуі Алматы 2-ге ұқсайды іші. Бағанаға орталығынан бірақ шығасыз. Асхана барлығы осы жерде. Қазір сәлден соң Қарағанды Астана электричка пойызын түсіретін боламыз. Мінекей осындай қазір темір жол үсті өткелмен бұлай өтіп кете аласыздар. Қазір көпір бар. Мұнда бірден қалаға шығып кете аласыздар. Мұнда өткел бар. Қарағандыда осындай экскаватормен шығасыздар. Алматыда Алматыда осындай. Бір қателеспесем өткен блогымда мен ол дейін түсіргем электричканы, электропойызды. Енді қазір тағы түсірейін деп отырмын. Кеп қойыпты ғой, мәс саған. Ят болды ғой. Достар, мен күтіп атқан электричка емес екен, бұл басқа екен. Бұл Нұрсұлтан Нұрлы жол Бурабай екен. Қазір мен келетін, мен күтіп атқан енді келдір екен. Бірақ қараңыздаршы, әдемі екен. Қазір жақынан тұрды бұл. Көріп тұрғандарыңыздай сырты керемет безендірілген. Welcome to Астана дейді мінекей. Мұнда кім не кетіп батыр? Сарыарқа компания кетіп батыр. 6 дейді. Сонда 6 вагон бар бұл бұяқта. 1, 2, 3, 4, 5. 500 ғой 6 ма?
Нұрсұлтан, Нұрлы жол, Бурабай. Жоқ, менде сұрақ. Бұл Нұрлы жолдан шығатын болса, Бурабайға баратын болса, Астана бірден неғып тұрсың да? Так, Нұрлы жолдан Бурабайға барады, бұл, Астана бірден есеп тұрсың да, Астана бірде жайшы тұр ма? Бірінші Астана бірден шығаман болсын да? Жоқсы, Астана бірден неғып тұр деп отқаным ғой? Кейде бірінші Астана бірден шығап, одан кейін барып Нұрлы жолға бара ма? Сондай ма? Бұл несі қақтырады? Бұл депосы қақта бұның? Тұратын жері қақта? Өзінің тұратын жері бар ма? Ана жерде? Жақсы. Түсінікті. Сәл қалды. Ненің келуіне? Кеатыр, кас. Мына бетке ауысайық. Әдемі. Бұның производствосы қай ел? Қай жақ производствосы бұлардың? Россияда, я? Российский. ДМЗ. Әдемі. Көріп тұрғандарыңыздай барлығы отыратын вагондар Қарағандыдан таң ата шығады екен, Астанаға келеді екен. Одан кейін қайтадан Қарағанды қайтады екен, қайтадан Астанаға келеді екен. Осындай өте тиімді, халыққа қолайлы жасалған екен. Неге біздің өңір жаққа да осындай Шымкент, Арыс, Шымкент, Түркістан, Шымкент, Сарыағаш деп осылай қойып қоймасқа, осындай отыратындар біз жаққа болады негізі. Бірақ бұлар тоқпен жүреді екен айтпақшы. Түркістанға дейін тоқ бармайды ғой. Кет, жалғастырамыз. Тағы не түсіреміз? Маневрлық тепловоз жетіп жатыр. Қазпоштаның вагонымен. Енді бір адамдарға, көріп отқан жандарға ескертіп айта кетейін. Құрметті жандар, асығыс болып, онамен жүгіріп өтпеңіздер. Ешқашанда мынаның үстімен асығыс болып өткітпеңіздер. Бұл жерде 40 камера штраф салынады дейді. Штраф қанша теңге бұл жерден өткенге? Білмейсіңдер ме жігіттер? Енді қомақты емес, бірақ соның өзі қалтаға тиетін ақша. Сол себепті асығып тұрсаңыздар да мынамен өтпеңіздер. Мынаның үстімен немесе жерасты өткелмен өтіңіздер. Сіздерге кеңесім. С первого пути вагон убирают, будьте внимательны и осторожны. Внимание, с первого пути вагон убирают, будьте внимательны и осторожны. Кет, жалғастырамыз. Достар, былай шықсаңыздар, бірден қалаға шығасыздар, былай өтіп, уақыт жоғалтудың қажеті жоқ, бірден қалаға қарай. Қала болғанда, ненің алдына шығасыздар, Сапаржайдың алдына шығасыздар ғой. Мен ұшып қалды ғой. Қазір сіздерге бірдеңе көрсетейін, одан кейін блогымызды аяқтай берсек болады. Осы жетеді деп ойлаймын. Бірақ енді мұңаймаңыздар, жаз мезгілінде тағы да қайта келетін боламын. Тағы да ұзағырағынан бір блог болады. Ол кезде енді кең ауқымды деп 100% гарантия берем. Сол себепті алыстамай камерамды апшайып қалып тіркеліп отырыңыздар. Кеттік. Ал құрметті оқырмандар, Астана бір теміржол вокзалының бір символ деп айтсақ болады. Осы жердің паровозы. Жалпы теміржол пайда болғалы бері, жалпы теміржол саласында өз қызметін ең көп атқарған жалпы локомотив осы паровоз. Жалпы локомотивтердің тарихы паровоздан басталады. Мінекей. Мұнда бір тақтайша бар екен. Тақтайшаны жақыннан түсіріп оқып берейін. Мен сондай жақсы көремін тарихты. Қазақша, орысша, ағылшынша. Мен дағы қазақша оқимын. Дейді 41 алпыс сериялы паровозы 1922 жылы Кеңес одағының тапсырысымен Нохаб, Швеция дейді. Тролхаттың комиссиясымен дайындалды дейді. 1933 жылы Түркістан Сібір темір жолының қарамағына берілді. Ұлы Отан соғысы жылдары майданға эшелондарды тасыды.
1945 жылы Жамбыл станциясының локомотив босына берілді. 2004 жылы Қазақстан темір жолының 100 жылдық мерекесіне орай тұғырға орнатылды. Астана дейді. Аха, мұнда орысша. Менде басынан сұрақ болды, сыртына Түрксіб деген жазуын оқыған сәтте, неге Түрксіб пойызы Астана қаласында тұр? Астананың қатысы жоқ Түрксібке десем, сөйтсем бұл сыйлыққа берілген екен. Қараңыздаршы, өте керемет. Швецияда жасалған екен. Бұл да тарих. Тарихымызды біліп, тарихымызды қастерлеп жүрейік. Өте керемет. Ішіне кіре алмайтынымыз өкінішті. Ішінде түсірген керемет. Жалпы біздің тарихымыздың бір бөлігі деп айтсақ болады. Қаншама балталарымызды мүмкін осы тепловозбен, осы паровозбен тасыған болар мүмкін. Қанша мысалы аталарымыз бар, Ұлы Отан соғысында қасық қаны қалғанша. Тарихшы әдебиет жоқ өткен. Сондай жақсы көремін. Мінекей. Үстіне шығып алдым паровозымыздың. Бөлек қой. Осы орайда осы блокты тамамдағым келіп тұр. Өте керемет бір тарихи терең блок болды деп айтса болады. Өйткені неге? Тарихи нәрсе көп нәрсе айтып кетті негізі. Бірақ енді өзім тарих жақсы көретін болғандықтан оны бүйтіп. Мен мысалы білген нәрсемді адамдармен бөліскенді жақсы көремін да. Сол себепті кішкене сіздер де білсін деп көп нәрсе айттым жалпы осы. Сіздермен бірге болған Айдос шығарылым өз соңына жетті. Соңына дейін көріп қараған жандарға Алла разы болсын. Мен тілім күрмеліп отыр мына суықтан. Блогымыз тамамдалды. Бұйырса тағы да осындай керемет қызықты шығарылымдар болады. Сол себепті арнадан алыстамай арнаға тіркеліп отырыңыздар. Рахмет. Сау болыңыздар.